Атақты Тәуке ханның анасы Қалмақ. Қабанбай батырдың анасы да Қалмақ қызы. Қабанбай батырдың енесі де Қалмақ әйелі. Қабанбайдың жары Гауһардың да анасы Қалмақ. Әйгілі Тәуекел мен Есім хандардың, өлем дегенше Ресеймен соғысып өткен Кенесары ханның да әжесі Қалмақ. Иісі қазаққа белгілі қарға бойлы қас туған жыраудың да анасы Қалмақ. Абылай ханның 12 әйелінің 7-еу Қалмақ қызы. Тіпті осы Қалмақ қызы үшін әйгілі Жиенбет жырау мен Жолымбет батыр, яғни ағайындылар бет қараспай кетті. Даламыздың данагөйі Абылай ханның ақылшысы, атақты бұқар жаудың өзі. Отының болсын жантақтан, қатының болсын қалмақтан деп жырлайтындай Қалмақ қыздарының қандай қасиеті бар? Ендеше асықпай тыңдаңыз. Қазақ пен Қалмақтың 200 жылдан астам соғысқанын, тіпті осының салдарынан тұтас хандық жер бетінен жойылып кеткендігі белгілі. Алайда біздің хандар мен батырларымызды аялап өсіріп, ер жеткізген анасы енді бірінің сұлу жары болған Қалмақ қыздары екенін білесіз бе? Мұхтар Мағауин ағамыз айтқандай, діні бөлек Қалмақтың қанша қызы ғазиз анамыз болғанын білесіз бе? Енді қараңыздар, қазақ тарихында ойып тұрып орын алатын әз деген атақ алған екі-ақ хан бар. Оның біріншісі Әз Жәнібек хан, екіншісі Әз Тәуке хан. Осы Әз Тәуке ханның анасы Қалмақ қызы еді. Салқам Жәңгірдің жоңғар тұтқынында болғандығы белгілі. Осы жоңғарлардың Хошауыт тайпасының көсемі Күнделен Тайшы өз қызы Бану ханымды Жәңгір сұлтанға береді. Бұлайша айтқанда, кейін өзі өлем дегенше соғысып өткен жоңғарлар еліне Салқам Жәңгір күйеу бала болып келеді. Есімі бүкіл қазаққа белгілі Қабанбай батырдың анасы да Қалмақ қызы еді. Қалмақтардың Босмойын деген атақты батыры Қазақ-Қалмақ соғыстарында талай қазақты жер жастандырған еді. Міне осы Қалмақтың Босмойын батырын бір жекпе-жекте қазақтың Анар деген батыры өлтіріп, осыдан кейін Босмойынның ортаншы қызы Күнбикені қазақтың Қожағұл батыры әйелдікке алады. Кейін Қожағұл батыр мен Қалмақ қызы Күнбикеден атақты Қабанбай батыр дүниеге келген екен. Қабанбай батырдың жары Гауһардың да анасы Қалмақ қызы. Ол былай: Абылай ханның ең жақын серігі Малайсары батырдың әкесі Тоқтауыл балуан Қалмақтың Мөлдір деген қызын алады. Міне осы Мөлдір деген Қалмақ қызынан Малайсары батыр мен Қабанбайдың болашақ жары болған Гауһар дүниеге келген. Қалмақтарға жиен болып келетін Малайсары екі халықтың арасындағы соғыстарды үнемі бейбіт жолмен шешуге атсалысып отырғандығы тарихтан белгілі. Тіпті жоңғарлар ордасына қазақтар атынан елші болып барған да белгілі. Орта Азияны жаулап алған атақты Тәуекел хан мен оның інісі Есім ханның әкесі Шығай ханның да анасы Қалмақтар елінен еді. Хақназар хан дүниеден өткенде 1580 жылы таққа отырған Шығай ханның анасы Абай хан бегім Қалмақтың аруы болатын. Бұлайша айтқанда, Тәуекел мен Есім хандардың әжесі Қалмақ қызы болғанында ұмытпағайсыз. Өлем дегенше Ресеймен соғысып өткен соңғы ханымыз Кенесарының да әжесі Қалмақ қызы. Абылай ханның ұлы Қасым сұлтан Қалмақтың Топыш ханымнан дүниеге келген. Топыш ханым жоңғар билеушісі Қалдан Сереннің қарындасы, Хошу мергеннің қызы еді. Абылай хан жоңғарлар тұтқында болып, кейін Қалдан Серен тұтқыннан босатып, оған Топыш ханымды қосты. Міне, Абылай хан мен Топыш ханымнан кейін Кенесарының әкесі Қасым сұлтан дүниеге келді. Ал иісі қазақ жұртына белгілі Қазтуған жыраудың анасы Бостуған ханым да Қалмақ билеушісінің қызы болатын. Қазтуған жыраудың мына толғауын тыңдаңыз.
Алаңда алаң, алаң жұрт. Ақала ордам қонған жұрт. Атамыз біздің бос үйініш, күйеу болып барған жұрт. Анамыз біздің бос туған, келіншек болып түскен жұрт деп жырлайды. Ал даламыздың данагөйі әрі Абылай ханның ақылшысы Бұқар жырау. Отының болсын жантақтан, қатының болсын қалмақтан деп жырға қосты. Ал атақты Абылай ханның 12 әйелінің 7-еуі қалмақ қызы болғанына не дейсіз? Тіпті қалмақ қыздары үшін ағайынды батырлардың таласқа түскенін кімнен жасырасың? Қалмақ билеушісінің Есім ханға сыйлыққа жіберген бір қызына ағайынды Жолымбет пен Жиембет жыраудың таласуы, ақыры бір-бірімен бет қараспастай болған ағайындылар қайтадан татуласуда тарихтан белгілі. Мағжан ақын жырға қосқан Батыр Баян мен інісі Ноянның тұтқынға түскен қалмақ қызы үшін тартыстың өзі сол дәуірдегі қалмақ қыздарына деген күрестің қандай болғанын көрсетеді. Былай қарасаңыз, біз тек елге белгілі атақты тұлғалардың бірнешеуін ғана айттық. Мойындасақ та, мойындамасақ та бір шындық бар. Қалмақтар өз заманның ең мықты жауынгерлері, даланың нағыз көкжалдар деуге болады. Мұны тарихшылар ашық айтып жүр. Ғасырлар бойы қалмақпен соғысқанымыз рас. Бірақ тарихқа әділ қарайтын болсақ, шындықты айтуымыз керек. Қазақтың талай хандары мен батырларын, жыраулар мен атақты тұлғаларын өмірге келіп, әлпештеп өсірген қалмақ аналары екенін ұмытпайық.